Менен қарта бұжы ішек әсіп алған кісілердің назарына қанша сағат қайнайды деп айтады да, қашан қалай пісіремін. Суға салғаннан кейін қарта бұжы бізде 2-3 сағат қайнайды. Ол бізде сочный болып керемет болып шығады. Ал ішекке салынған әсіп ол бізде 1-1,5 сағат қайнайды. 1-1,5 сағатта жайлап тесіп ішінде газын ауасын шығару арқылы қозғап мінекей солай пісіріп аласыздар запросто. Оп-оңай, қиын емес. Главное, тесесіз, астын жай қоясыз, суына тұз саласыз, көбігін аласыз. Осылай енді қайнай жатқан кезде біздер ішінен міне көріп тұрсыздар ғой. Міне осылай біздер ішінен газын, буын, суын шығарамыз. Вот сол кезде бізде сол кезде бізде жарылмайды, тесілмейді. Түсіндіңіздер ғой? Сосын барып жайлап қайнатамыз. Тасырлатып емес, жайлап қайнатамыз. Вах. Осылай фонтан бізге шашырайды иногда. Ол жақсы. Демек, ол бізде жақсы қайнап жатыр деген сөз. Ай. Вау. Пісіп, бұрқып тұр шіркін. Вах. Біздегі ыстық қарта бұжыларымыз шығып жатыр. Мінеке қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Майын. Вау. Сочный, мощный. Ыстық тамаққа да, холодный нарезкеге де өте керемет. Іші кіл ет, жүрек және біздің қартаның майы, қазылық май.